Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапиян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Достар, мен сіздерге бүгін өздеріңіз тарапынан жиі келген сұрақтардың бірі, ол намазға сүрені қалай тез жаттауға болады, жалпы сүрені қалай тез жаттаймыз деген мәселе. Сіздерге сүрені тез жаттауға қатысты бір 10 лайфхак айтып кеткім келіп тұр. Ең біріншісі ол әрине шынайылық. Шынайылық дегенде қалай ниетімізді дұрыстау, иә. Бірінші Алла тағаламен сондай қарым-қатынас орнату керек. Мысалы, жаттаған сүреңіз, мысалы, адамдар көрсін, немесе бір адамдар мені намаз оқиды екен деп ойласын, немесе осындай көп сүре біледі екен деп айтсын деп емес, таза Алла разылығы үшін болу керек. Егер сіздің ниетіңіз Алла разылығы үшін, шынымен Алланың бір ризашылығына жету мақсатында жаттасаңыз, Алла қаласа тез жаттайсыз. Екіншіден, ол адам өзінің зейінін Құран жаттауға бағыттау керек. Ол зейінін дайындау керек. Зейінін қалай дайындауға болады? Яғни адам өзіне өзі көмектесу керек. Мысалы, ертерек жатып, таңертең ертерек тұрып, ми тынық кезде жаттауға тырысыңыз. Сонда ми тынық кезде жаттасаңыз, ми тынық кезде Құранға отырсаңыз, онда әрине тезірек жаттайсыз, есіңізге де тезірек кіреді. Үшіншіден, Құранды берекелі уақыттарда жаттауға тырысыңыз. Өйткені білесіздер, арнайы бір тамаша уақыттар бар. Оның ішінде көбінесе ғалымдарымыз таңғы уақытта жаттауды айтады. Мысалы, таң намаздан кейінгі уақытта бір бүкіл әлем ұйықтап жатқан кезде сіз жаттауға отырсаңыз, тыныш, далада тыныш болады, үйдің іші де құлақ қарған танадай тыныштық орнайды. Міне сол кезде жаттасаңыз, әрине тезірек жаттайсыз. Және ғалымдарда түнгі уақытта көбіне білім алуға тырысады екен. Өйткені түнгі уақытта адамның жүрегі де тыныш болады екен. Өздеріңіз де жақсы білесіздер, мына күндізгі уақытта адамның бүкіл ойында да, жүрегінде де дене тіршілігі болып тұрады ғой. Ал түнгі уақытта оның бәрінен ажырап, бір Раббыңызға арнауға мүмкіндік туады. Төртіншіден, жағдайды дұрыстау керек. Жағдай деген кезде, мысалы, Құран жаттайтын, немесе сүре жаттайтын орныңызды дайындап алыңыз. Бір бөлме ма, оның есігін жауып алыңыз деген секілді. Сізді ешкім мазаламау керек. Мысалы, балаңыз келіп, бірдеңе сұрамау керек, немесе басқа да үйдің мүшелері сіздің мазаңызды алмау керек. Сонымен қатар бұл мәселеге телефонда кіреді. Біздің көп зейінімізді, назарымызды телефон аударып қояды ғой. Мысалы, көрсек алғымыз келіп тұрады, біреуден сообщение келгенін көрсек оқығымыз келіп тұрады. Ал сіздің ойыңыз бөліне берген сайын Құранға деген, Құран жаттауға деген ынтаңызда төмендей береді. Бесіншіден, ол қайталау. Мысалы, егер бір аят болса да жаттап алсаңыз, соны күні бойы бір істеп жүргенде қайталап жүріңіз. Мысалы, Құл хуаллаху ахад деп жаттап алдыңыз, иә? Тура сол аятты ғана, мысалы, ыдыс жуғанда, немесе басқа да үй шаруасын істеп жүргенде қайталай беріңіз. Сіз қаншалықты қайталасаңыз, соншалықты ол сіздің бойыңызға сіңе береді. Алтыншыдан, Құранды аудармасымен бірге жаттаңыз. Себебі аудармасымен жаттаған кезде сіз мағынасын, мәнін түсініп тұрасыз ғой. Сол себепті де сізге жаттау жеңілдірек болады. Мысалы, әр сөзді, мысалы, құл десеңіз, айт деп, Аллаху ахад десеңіз, ол Алла жалғыз деген сияқты өзіңіздің ойыңызда жаттап алсаңыз, кейін намаз оқыған кезде де сіз арабшасын оқып тұрған кезде ойыңыз басқа жақта тұрмайды. Сонымен қатар қазақшасын бірге есіңізге түсіріп тұрасыз. Жетіншіден, Құранды көп тыңдаңыз. Жалпы мен өзім жаттаған кезде де осы әдісті көп қолданамын. Мысалы, танымал нашидтер бар ғой, Құран айтатын, Құран оқитын хафиздер бар, мықты-мықты. Мысалы, өзім жаттайтын сүрені таңдап аламын да, сол нашидтерді көп тыңдай беремін. Мысалы, күні бойы тыңдаған кезде ол миыңызда жатталып қалады. Мысалы, өзіңізде бір әнді ести берсеңіз, бір уақытта оған қосылып қайтып айтып жүргеніңізді білмей қаласыз ғой. Құранда да тура солай, нақты өзіңіз жаттағыңыз келетін сүрені көп тыңдай беріңіз. Немесе егер сіздер Құран хафиздері тез айтады десеңіз, мысалы, Құранды жақсы білетін, жақсы оқи алатын бір ұстаздан, немесе өзге бір танысыңыздан жаздырып алыңыз. Мысалы, оқуын жаздырып алыңыз, содан кейін сол кісінің айтқанын тыңдай беріңіз. Міне сол кезде, мысалы, таңнан кешке дейін бір кісіні солай тыңдай беріңіз наушникпен, онда кешке тіпті өзіңіз қайтып сол сүрені жаттап қалғаныңызды білмей қаласыз. Келесі кезекте ол Құран тыңдаушыңызды табыңыз. Яғни сіз жаттағаннан кейін міндетті түрде біреуге айтып беруге, оқып беруге тырысыңыз. Сонда қателеріңізді түзеп аласыз. Мүмкіндігінше ол Құранды білетін адам болғаны жақсы, әрине. Содан кейін өзіңізде де бір сенімділік пайда болады.
Ал ең соңғысы ол міндетті түрде Құран жаттауды бір қиын іс деп түсінбеңіз. Құран жаттаудың оңай екеніне өзіңізді ішіңізден сендіріңіз. Шынында да негізінде ден қойыпқан, жаңағыдай өзінің бар ықылас назарын аударғанға Құран оп-оңай. Егер сіз Құранға бір құрметпен қарап, Құранды бұны шын ниетімен жаттап аламын деген бір ниетпен қарасаңыз, Алла қаласа жаттау да жеңіл болады. Міне сіздерге айтқым келген, сіздермен бөліскім келген лайфхактар осы. Мен де көбінесе сүре жаттаған кезде осы дүниелерді қолданғанмын бұрында. Сіздерге де пайдалы болады деген ойдамын. Егер басқа да бір тақырыптарда менің діни тақырыптарда білгілеріңіз келсе, мына төменде көрсетілген менің инстаграмыма жазылыңыздар, және осы YouTube каналыма жазылып, видеомды өзіңіздің құрбыларыңызбен бөлісіп, каналыма пікір жазып, лайк басып кетсеңіздер, менің де видеоларым көбейе түседі. Сіздер де қалай Құран жаттап жүрсіздер ме, сүрелерді қанша сүре жатқа білесіздер, осы видеоның астына жазып кетіңіздер. Каналымда кездескенше аман сау болыңыздар.